Ассалаумағалейкум, Ернат хан ғой. Уағалейкум ассалам. Жақсы өздерің қалайсыңдар? Шүкір амансың, принцессаң ғой. Жақсы, бәрі күшті. Кеше кездесу болды, күнде кездесеміз. Енді бүгін связдамыз ғой. білім күні деп жатырық. Мектеп бітірген қанша жыл болды, қай мектеп бітірдің? Мен Өскеменде оқығам, 45-ші мектепте, 9-ға дейін неше жыл болды, брат? Мен жыл өтіп кетті ғой, примерно. Қанша оқыдың негізі мектепті? Қызық болған сияқты мектепте. Үш қой біздікі сол, брат. Қай пәнді жақсы оқыдың? Қай пәнді дейсің ба? Тарих, география, вот сол сабақтарды жақсы болды. Мектепте ауыз толтырып айтатында есте қалатын бір күлкілі оқиғалар бар ма айтып беретін оқырмандарға? Оны не помню, есімде жоқ уже. Біраз өтті ғой, уақыт көп өтіп кетті. 9-дан кеттің ба, әлде 11-ге алдың? Колледжден. Мамандық? Мамандық юрист. Қандай Анара? Жақсы, өздеріңіз қалайсыз? Шүкір аман, сен демалыс қалай өтті? Жақсы өтті, жақсы, керемет. Бүгін білім күні деп жатырмыз. Мектеп бітірген қанша уақыт болды? Қай мектеп бітірдің? Ойбай. 51-ші мектепті бітірдім Астана қаласында. Қай жылы? 2016-та бітірдім ғой. Қанша оқыдың негізі мектепте? 4-5. 4-5. Бір ғана үш болды, ол география. Қай пәндер жақсы оқыдың? Математика, тарих. Бірақ мен жаңағыда память андай, короче, резко қабылдап аламын, соны айтып тастаймын и потом ұмытып кететінмін. Жаттау қиын болды. Жаттау наоборот жақсы болды, бірақ мида сақталуы өте қиын. Мен даже вот қолымда тұрған нәрсе. 11-ге дейін оқыдың ба, 9-дан? 11-ге дейін оқыдым. Мектепте ең қызықты оқиға бар ма? Айтып беретін оқырмандарға. Мектептен қашып жүрген кезім шығар. Потом барып сүмірейіп келетінсің. Но редко болады, бірақ мен сабағымда жақсы оқитынмын. Ай, Той қалай болып жатыр, Асылтын? болады, жақсы шүкір, жаймен. Енді мысалы осы көріп отқан оқырмандардың арасында алдағы уақытта тойға шақырып қалатындар болатын шығар. Тойға қаншаға шығасың, құпия болмаса? Құпия ештеңкесі жоқ. Тойда негізгі осы қаланың ішінде баға 100 мың ғой. 100 мың, 150 мың солай болады. Енді кейде енді болады, енді біз мына жақтан дейді жағдай келмей тұр дейді. Соған қарай халықтың ыңғайына қарай көнеміз. Ал егер бүйтіп звондап қаншаға шығасың балам деп сөйтіп жатса, бағамызды солай айтамыз. 100-150-ге примерно сондай қаланың ішінде. Жаңа әнің жарыққа шықты ма? Жаңа ән жарыққа шыққан жоқ әлі. Бұйырса өзгертіп жатырмыз, тағы да бір жерлерін қарап жатырмыз. Тез болып кеткен сияқты ма? Мектеп Таразда оқыдың ба сен? Иә, мектеп. Қанша жыл болды мектеп бітіргеніңе? Қанша жыл болды? Мен білмейді екен, 9-дан кеттім ғой, 2016-тан бері есептеңізші. 2016-та мен 1-ші курс оқываттым колледжде. Қанша оқыдың негізі мектепте? Мен ба? Мен ауызша жақсы болдым, математика дегендерді мүлдем оқыған жоқ, өзім оқыған жоқпын просто. Қызқан. Нұреке, ассалаумағалейкум. Қалай? Жақсы, өзің қалайсың? Шүкір аман, сен демалыс қалай өтті? Жақсы демалыс. Сіз жалпы қатысушылармен көп араласпайтын жақсысыз, әлде бөлектеде ма? Жоқ, араласам ғой, мейлінше араласып тұрамын, бәрімен араласам, жақсы сөйлесемін. Сыртта бүйтіп көрісіп, бірге тамақ жеуге барғаныңыз көрмеппін осы уақытта? Білмеймін, енді жастар өздері бөлініп, өздері және құрып, өздері. Кеше мысалы пикникке шықты, сізді шақырды ма? Мен шақырған жоқ, мен білмеппін де пикниктен барған. Мен өз жұмыстарым, өз тірліктерім жүре берген ғой. Енді жастар өздері бөлек демалып, сондай болған шығар, демалғысы келген шығар. Бүгін жалпы білім күні деп жатырық қой, мектеп бітіргеніңізге қанша жыл болды? Мектеп бітіргелі қанша жыл болды? Есімде емес мектеп бітірген. Қай мектепте оқыдыңыз? Осы Алматыда ғой, енді айтпай қой. Алматыда бітірдім. Ең сүйікті пәніңіз қандай болды? Ең сүйікті пәнім қазақ тілі, қазақ әдебиеті.